Ең күшті құс. Әдемілеп жазамыз, байлансыз. Құс. Ең күшті құс. Молодец. Енді келесі. Оқи бер. Басталайық. Ертеде. Ертеде қияр мен қырыққабат бір дос болыпты. Олар суға шомылуға барды. Сол кезде қияр өзінің қабығын шешіп суға күмп етіп түседі. Сол кезде қырыққабат өзінің киімдерін шешем дегенше түн батып кетіпті. Тас қараңғы болыпты. Сөйтіп барып Суда тұрған қырыққабат. Қияр. Жоқ, суда тұрған қияр. Әбден жаурайды. Әбден жаурайды. Ал қырыққабат болса жаурамайды. Көбі сөйтіп қиярдың қабығындағы бүршіктер содан пайда болыпты. Жаспайды. Болды ма? Болды? Бұлар қандай дыбыстар болды? Бұлар қата немесе? Анау ненің таңбасы анау? Төрт бұрышты. Дауыссыз емес, дауысты. Дауыстың таңбасы. Дауысты. Дауысты. Енді қара, не болады? Ны? Қалды ғой енді сенде. Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз ма? Қалай белгілейсің оны? Астына жаздың оны. Иә, сол кәдімгі мына жерге жазасың ба, мына жерге? Ей, дауыссыз кетірсең дыбыс деп. Мынау сияқты жазсаң, мынау сияқты. Дауыссыз дыбыс деп. Үйренесің мұнан қажет. Міне, дауыссыз дыбыс, дауыссыз деп жазба жатпайтын да, үнді. Ны қандай екен? Үнді. Саған бұны білу үшін қатаң ұяң үнді дыбыстарды ажырату керек.